Бір периодтағы элементтердің атомдық нөмірі артқан сайын, олардың иондану энергиясы да артады. Иондану энергиясының шамасы валенттік электрондарға ядро тарапынан әсер ететін қорытқы тартылыс күшімен анықталады. Бұл күш ең әуелі электрондар мен ядро арасындағы қашықтыққа және ядроның ішкі электрондармен қалқалану дәрежесіне байланысты. Қалқалау эффектісі үшінші период элементтерінің барлығында ұқсас. Сондықтан, иондану энергиясына әсер етуші негізгі фактор атомдық радиус болады. Электрон мен ядро арасындағы қашықтық неғұрлым аз болса, электронды атомнан бөліп алу үшін жұмсалатын күш соғұрлым көп болады. Период бойымен атомдық радиус кемейтіндіктен, иондану энергиясы солдан оңға қарай артады. Натрий, магний және алюминий кең таралған металдар. Олардың өздеріне тән металдық жылтыры бар және иілгіш әрі созылғыш болып келеді. Олар жылу мен электр тоғын жақсы өткізеді. Аталған металдардың ішіндегі ең белсендісі натрий. Ол сумен қарқынды түрде кейде қопарылыс бере әрекеттеседі. Сондықтан оны керосинде сақтайды. Кремний сұрғылт қара, қатты, мұртсынғыш және жартылай өткізгіштік қасиет көрсететін жартылай металл. Оның құрылымы алмаздың құрылымына ұқсас. Фосфор, күкірт, хлор және аргон бейметалдар. Олар оқшаулағыштар. Қалыпты жағдайда хлор мен аргон газ күйінде болады. Хлор өте улы. Аргон асыл газдардың біріне жатады және химиялық инертті. Үшінші период элементтерінің атомдарында К, Л және М әріптермен белгіленген үш электрондық қабат болады. Периодтағы бірінші элемент натрий, оның бірінші электрондық қабатында, яғни К қабатында екі электрон бар. Олар осы қабаттағы жалғыз S орбитальда орналасады. Келесі электрондық қабат 8 электронмен толық толтырылған L қабаты. Бұл қабатта электрондар S және P орбитальдарда орналасады. Үшінші және соңғы М қабатында S орбитальда орналасқан жалғыз электрон болады. Ол валенттік электрон деп аталады. Үшінші периодта орналасқан келесі элемент магний. Оның 3s орбитальда орналасқан екі валенттік электроны бар. Алюминий атомында жаңа электрон сыртқы қабаттағы 3p орбитальға қосылады. Осы периодтағы элементтердің атомдық нөмірі артқан сайын, элемент атомдарындағы валенттік электрондар саны да артады. Кремний атомының 4 валенттік электроны бар. Фосфор атомында 5 валенттік электрон болады. Күкірт атомында 6 валенттік электрон, ал хлор атомында 7 валенттік электрон бар. Үшінші периодтың соңғы элементінде 3p орбиталь толықтай толтырылады. Бұл электрондық конфигурация ең тұрақты, өйткені ол толтырылған электронды октет, яғни оның 8 валенттік электроны бар. Элементтерді келесі түрде топтастыруға болады. Металдар жылу мен электр тоғын жақсы өткізгіштер. Бейметалдар оқшаулағыштар деп аталатын нашар өткізгіштер. Және жартылай металдар. Металдар мен бейметалдар арасындағы орташа аралық қасиеттерге ие элементтер. Олардың электр өткізгіштік қабілеті нашар, бірақ қыздырғанда артады. Жылу мен электр тоғын жақсы өткізетін металдар кеңістікте реттеле орналасатын оң зарядталған иондар, катиондар мен олардың арасындағы еркін қозғалатын электрондардан тұратын кристалдар түзеді. Период бойымен натрийден алюминийге қарай жылжысақ, еркін қозғалатын заряд тасымалдаушы электрондардың саны артады. Сол себепті алюминийдің электр өткізгіштігі натриймен салыстырғанда жоғары болады. Кремнийден бастап, үшінші период элементтерінің өткізгіштігінің жылдам төмендеуі байқалады. Кремний типтік жартылай металл және бөлме температурасында өткізгіштігі төмен. Жартылай металдар атомдары өзара коваленттік байланыстар арқылы байланысқан кристалдар түзеді. Дегенмен валенттік электрондардың аз бөлігі әлі де делокализацияланған болғандықтан, кремний аз дәрежеде өткізгіштік қасиетіне ие. Фосфор, күкірт және хлор атомдары бір-бірімен валенттік электрондар арқылы күшті коваленттік байланыспен байланысқан. Заряд тасымалдайтын бос электрондар болмағандықтан, олар оқшаулағыш қасиетке ие, яғни олар электр тоғын өткізбейді.
Периодтық кестедегі көлденең қатарларға назар аударыңыз. Олар периодтар деп аталады. Әрбір периодтағы химиялық элементтер атомдық нөмірлерінің өсу ретімен орналастырылған. Сонымен қатар, осы элемент орналасқан периодтың нөмірі оның атомындағы электрондық қабаттардың, яғни энергетикалық деңгейлердің санын анықтайды. Сондықтан, бірінші период элементтерінің атомдарында тек бір ғана энергетикалық деңгей болады. Дәл сол сияқты екінші период элементтерінің екі энергетикалық деңгейі, үшінші период элементтерінің үш энергетикалық деңгейі болады, және ары қарай осы сияқты жалғаса береді. Соңғы жетінші периодтағы элемент атомдарының кемінде жеті энергетикалық деңгейі болады. Егер бір периодта орналасқан элементтердің қасиеттерін салыстырсақ, олар атомдық нөмірдің артуына байланысты жүйелі түрде өзгеретінін байқауға болады. Мысалы, екінші периодтағы атомдардың өлшемдері қалай өзгеретінін қарастырайық. Атомдардың диаметрлері период бойымен литийден неонға қарай бірте-бірте кемейтінін көреміз. Дәл осындай заңдылық басқа периодтарда да байқалады. Атомдардың электр терістілігі, металдық және бейметалдық сипаттары сияқты басқа қасиеттері де периодты түрде өзгереді. Периодтық кестенің барлық периодтарында атомдық нөмір артқан сайын электр терістілік те артады. Электр терістілікке әсер ететін екі негізгі фактор бар. Олар электрондарға ядро тарапынан әсер ететін тартылыс күші және атомның өз валенттік қабатында электронды октетке жету қабілеті. Натрий атомындағы ядролық заряд осы периодтағы ең кішісі болып табылады. Осыған сәйкес натрий атомының электрондарды тарту қабілеті ең төмен болуы керек. Шынында да натрий атомы тұрақты октет конфигурациясына жету үшін 7 электрон қосқаннан гөрі бір электроннан құтылуға тырысады. Нәтижесінде натрий үшінші периодтағы электр терістілігі ең төмен элемент болып табылады. Атомдық нөмір артқан сайын ядро заряды да артады. Ал ол өз кезегінде атом көлемінің кішіреюіне алып келеді. Электрондар ядроға қаттырақ тартылады. Нәтижесінде электр терістілігі артады. Үшінші периодтағы жетінші элемент хлордың ядросы электрондарды өте күшті тартады. Оған валенттік қабатында тұрақты октетке жету үшін тек бір ғана электрон қажет. Осы екі жағдайға байланысты хлор электр терістілігі ең жоғары элементтердің бірі болып саналады. Үшінші периодтағы соңғы элемент аргон. Басқа асыл газдар секілді ол да электрондарды тарту үрдісін көрсетпейді. Асыл газдардың сыртқы электрондық қабаты толық, яғни тұрақты валенттік октетпен толтырылған. Жаңа қабатқа электронды қосу үшін қажет энергия аргон атомының химиялық реакцияға қатысу үшін тым жоғары. Сондықтан асыл газдардың электр терістілігі әдетте көрсетілмейді.